Неге ренжулісің? Алтын менің, сенің қасыма келдім. Бүгін сені тыңдауға мен дайынмын. Айтшы, сені кім ренжітті? Сен! Мен? Қалай сені ренжіттім? Я, сен мені жақсы көрмейсің. Неге? Жақсы көремін. Кім саған айтты, сені жақсы көрмейді деп? Өтірік айтпа, сен мені ұмыттың, мені естімейсің, менің қалауымды естімейсің. Есіңде ме? Өлең шығарып ақын болғым келеді дегенде әке-шеше қолдамайды деп, сен де қолдамай қойдың. Қолыңнан келмейді деп жазғырдың. Әдемі өлең киіп сахнаға шыққым келді, оны да қолдамадың. Тәтті жегім келді, бала болып ойнап шаттанып қуанғым келді. Мені кінәладың. Жоқ жаным, мен сені жақсы көру дегенді дұрыс түсінбеген шығармын. Бірақ мен сені қатты жақсы көремін. Жаным менің, күнім, кішкентайым, кешірші мені. Осы күнге дейін саған мән бермегеніме, сенің сезімдеріңді естімегеніме кешірші. Қателесу ұят екен деп ойладым. Қазір қателесуге болатын енді түсіндім. Кешірдім. Күнім, алтыным, сен білесің бе, болашақта сені не күтіп тұрғанын? Сен өсиесің, ақында боласың, бишіде боласың, қалаған көйлегіңді киесің, күшті жерлерге қыдыртамын. Сені көп жақсылықтар күтіп тұр. Шын ба? Менде бәрі жақсы бола ма? Әрине, мен саған уәде беремін. Мен енді сені тастамаймын. Сен мен үшін өте қымбатсың. Менің өмірімдегі ең басты адамымсың. Мен сені жақсы көремін. Бүгіннен бастап махаббатымды сөзбен де, іспен де көрсетемін. Мен сені сондай ұзақ уақыт күттім ғой. Алтыным, сенің көңіліңді көтеру үшін мен не істей аламын? Не қалайсың? Айта қойшы.